Құрметті әріптестер, оқушылар, бүгінгі видео сабағым енді мынау қазір барлық айтып жатқан искусственный интеллект дейміз, artificial intelligence. Соның ішінде чат GPT деген GPT деген generative pre-trained transformer негізі былайша текстпен жұмыс істейтін бір искусственный интеллектті құрап шығарған болатын. Бұның енді 1, 2, 3, 4 қазір 4-ші модель кішкене атаға шығып былай жұмыс істей бастағаның осы барлығының алдында биылғы жылдың ең басты трендтердің бірі болып тұр. Осыған қалай жұмыс істейді сол туралы көрсетейін деп тұрмын. Енді ең басында Google-да қосасыздар, мына жерде OpenAI деп жазасыздар. Open деген енді ашық, барлығын открытый, AI деген artificial, яғни искусственный интеллект деген. Сөйтіп жазсаңыздар, бір нәрселер шығады. Соның ішінде мына OpenAI-дің белгісі бар, OpenAI деп шығатын осы сайтқа келеді. Соны басасыздар. Оны басқан кезде міне сол чат GPT-дің ашық менің жаңағы сайты шығады бірден, OpenAI деп тұр. Енді бұның ішінде ақпараттар көп, introducing, ол не үшін керек, қалай жұмыс істейді, қандай потенциалы бар, зерттеулер қай маңайда жүріп жатыр, басқада қандай продукциялары бар деген сияқты осыны түгелін қарап оқып, бірақ енді дәл бізде жұмыс істеуді мен енді бүгінгі сабағымыз сонымен жұмысты қолдану, сабақта қолдану деген сияқты. Оқушыларға да көрсетуге болады, көрсету керек бізде же. Product дегенді басасыздар да чат GPT-ді басасыздар. Сол кезде сіздерде басқа бетке ашылады, welcome to chat GPT, қош келдіңіздер дейді. И өздеріңіз аккаунттарыңызды создавать етіңіздер, немесе құру керек, немесе бұрынғы аккаунтпен кіруге болады. Мен енді бұрынғы аккаунтым бар, бірақ сіздерге қалай создавать ететінін көріп берейін. Мен sign up новый сотрудник деп кірем. Новый деп. Енді мына жерге енді кәдімгі тіркелу. Мен өзімнің аккаунтымды жазайын. Өзіміздің аккаунтымызды жаздық. Одан кейін аккаунт жазғаннан әрине пароль дейді. Пароль өздеріңіз біліп отырсыздар. Минимум 8 жаңағы неден тұру керек, әртүрлі дұрыстап. Одан continue продолжить дейміз. Басам, жалғастыруды. Енді мен өзімнің жазған we send an email осы поштаға жібердім дейді. Мен өзім жаңағы поштамды ашатын болсам, міне OpenAI verify your email, жаңағы жіберген нәрсені құптау керек, яғни verify деп басамыз соны. Енді ары қарай біздің жұмысымыз first name өзіңіз туралы жазыңыз дейді. Енді Ринат дей салайық, мына жерге енді Иванович дей салайын. Ары қарай енді біздің телефонымыз, кешегі мен енді өзім телефонмен тіркеліп қойғам, қайта-қайта тіркелмей қойын, осы жерге өзіміздің телефонымызды жазамыз. Одан кейін send кодты бассаңыздар, сіздерге код келеді. Сол код келгеннен кейін уже сіз официально былай айтқанда сонда тіркелдіңіз деп санауға болады. Солай саналады. Енді мен өзімнің жеке тіркеліп қойған алдын ала сонымен бастай берейін. Кешегі өзіміздің жұмыстарымызды жерге бірден жазайын қазір. Қайтан бастайын, OpenAI-ға кірем. Продактқа барамын, чат GPT-ге барамын. Енді мен өзімнің логинім бар. Сонымен бірден өзімнің Google аккаунтымен тіркелген болатын. Бүгін тіркеліп болғаннан кейін жаңағы дәл осылай сіздерге өздеріңіздің нелерге кіресіздер. Міне мынау біздің чат GPT-дің жұмыс істеу алаңы. Мына жерден мысалдар тұр, міне explain quantum computing, бір нәрсені түсіндіріп бер деген сияқты. Мынау чат GPT-дің былай айтқанда
күші қаншалықты жетеді. Remembers what user said earlier in the conversation. Яғни мына жерде сіз чат GPT-мен жеке сөйлесіп отырасыз. Бұл чат яғни искусственный интеллект сіздің алдында айтқан нәрсеңізді есте сақтап отырады. Allows user to provide follow-up corrections. Яғни сіз бір нәрсені сұрадыңыз, ол жауап берді, бірақ кішкене қателер болса, сіз сол қателерін жазып жүрсеңіз, ол өзін ескеріп, қайттан соны сізге жаңа жауабында соны ескеріп беріп тұрады. Мына жерде айтып отыр, may occasionally generate incorrect. Әрқашан дұрыс ақпаратты бере бермейді. Бұл өйткені жаңағы искусственный қолдан жасалған интеллект болғаннан кейін, бұның қазір миллионнан астам қолданушысы бар. Яғни қолданушысы көп болған сайын бұл өзінің жаңағы қуатын жақсарта береді, өзінің мощын, былайша айтқанда қате жіберу ықтималдығы азая береді. Мысалға енді математика мұғалім ретінде оқушыға да мысалға қызықты болатын шығар. Бір сұрақ жазайық мысалға. How to solve trigonometric equations деп жазам. Как решить тригонометрическое уравнение деп жаздым чат GPT-ге. Енді бұл чат GPT-ден жауап шықты. Solving trigonometry. Ең бірінші тригонометрия теңдеуді шешу үшін оларды қарапайым түрге келтіру керек. Барлық тригонометриялық функцияларды бір жаққа, сандарды нөл жасау керек, факторайз көбейткішке жүктеу керек дейді. Одан кейін ең соңынан жауабыңызды тексеру керек дейді. Мысал келтірген, міне solve sinus x тең 2-ден 1-ді шешіп тұрмын, sinus x тең 2-ден 1, x 30 градус или 150 градус. Екінші мысал косинус 2x берілген, міне мысалдардың түгелі шынымен де тангенске де беріп тұр, косинусқа да беріп тұр, көрдіңіз бе? Бұл искусственный интеллект сіздерге былайша айтқанда мұғалімнің рөлінде атқарып тұр, егер функционалдық сауаттылық, яғни оқушының өзі оқи алатын. Ең соңында қорытынды in summary solving trigonometric equations simplifying factoring using. Енді мен рахмет деп жазып жүрейін мысалға. You welcome. If you have any more questions, тағы сұрақтарыңыз болса сұраңыз дейді. Енді давайте көрейікші, енді сіздермен көрейік. Как решить, енді орысша жазайын енді. Істемекен орысша. Квадратное уравнение. Как решить квадратное уравнение дедім, орысшасын көрейік. Орысшада, чтобы решить квадратное уравнение вида, следуйте этим шагам. Біздің искусственный интеллект сіздерге, даже квадрат теңдеуді өздеріңіз білесіздер, x квадрат плюс bx плюс c, түбірі, дискриминанты, значение корней, мысал келтіріп тұр тіптен даже. Орысшада түсініп тұр екен. Қазір көрейік, қазақша түсіне ме екен енді. Теңдеуді қайтын табылған түбірлерді орнына қойып тексерін дейді. Сондықтан мына теңдеудің түбірі -1 мен -3 екенін бір квадрат теңдеуді айтып тұр. Рахмет деп жаздым, қазір бізде қазақшамызды түсініп тұр. Не за что, всегда рад помочь. Сонымен әріптестер, мұғалімдер, біздің Қазақстанның білім жүйесінде бұл чат GPT-ді біз міндетті түрде қолдануымыз керек, біз қорықпауымыз керек, біз бастаңыздар, түгеліміз бірге үйренейік. Әсіресе зияткерлік мектептің мұғалімдері осының барлығына таратуымыз міндетті деп санаймын. Сау болыңыздар, рахмет.